Қаламыздағы қоғамдық көліктердің жүру уақыты ұзартылып жатыр. Кештен бастап Тараз қаласындағы автобустар таңғы сағат 7:00-ден 24:00-ге дейін жұмыс істейді. Бұған дейін қаламыздағы қоғамдық көліктердің барлығы таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 20:00-ге дейін ғана жүретін болған еді. Бүгіннен бастап көріп тұрғандарыңыздай олардың алды сағат 21:00-ге дейін, арты 24:00-ге дейін халықты діттеген жеріне жеткізіп жатыр. Енді автобус жүргізіп атсыздар. Дұрыс болды, жақсы болды. Кешкісін 9-да қайтамыз, кейде 9:30-да қайтамыз жұмыстан. Жұмыстан кеш қайтатын едік, жақсы болды. Негізі автобустардың осылай ұзақ уақытқа дейін жүргені. Қалтамыздан көп ақша кететін еді, қазір жақсы болды автобустан. Бүгінгі таңда шаһарда 10 жолаушы тасымалдаушы мекеме бар. Ондағы автобустар әр бағытта халыққа күнделікті қызмет етеді. Тіршілігі қарбаласқан қала үшін жолаушылар тасымалының орны ерекше. Әрине машақаты да жоқ емес. Сондықтан қызмет көрсету сапасы сұранысқа сай, әрі халық көңілінен шығу үшін автопарктерді жаңғыртып, көліктерді жаңалап тұрудың маңызы зор. Қоғамдық көлік бағытының ұзаруы тек халыққа ғана емес, жүргізушілердің жалақысының артуына да өз септігін тигізіп жатыр. Енді жүргізушілердің жұмыс істеу кестесіне орай үстемақы қосылмақ. Шыны керек, қоғамдық көлік деген өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік сала. Осыған байланысты шаһар басшысының өзінің зерделеп қарап, өзінің қолдау көрсететінін айтқан. Егер қолдау жергілікті биліктен табатын болса, бұл бағыттар әркез өсіп жүреді деген ойында. Азанғы сағат 7-ден түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс істеген жүргізушілерді біз қазіргі таңда айлығын 2 есеге дейін көтеруге міндеттіміз. Жұмыс талап еткеннен кейін біз ол кісілерге де жағдай жасауымыз керек. Аптасына енді біздің бастығымыз айтты, енді қазір 12-ге дейін созылғанда 2 күн істеп, 2 күн демаламыз. Адамдар үйренсе, біз жүре береміз. Негізі баяғыда жұмыс уақыты аз кезде 15-20 күн шығатынбыз. Енді қазір уақыт созылғалы білмеймін қанша күн шығатынбыз, көреміз ғой. Қазір машинаны барып қойғаны 150. Қолға тиетін 150. Қолға тиетін 120-130 мың ғой. Қазір мысалы сағат 8:30 болды, 9:30 болды. Барамыз, машинаны қойып жүк шайып шыққан сағат 11:30 болады. 11. Үйге барғанша 12 болды. Мен білмеймін қанша күн жүреміз, қанша күн демаламыз. Айта кетейік, номер 55, 30, 40 автобустар түнгі сағат 24:00-ге дейін. Ал номер 16, 8, 9, 32, 12, 11, 46 және 19 көліктер 22:00-ге дейін. Сонымен қатар номер 1, 36, 44 және 47, 33, 7, 38, 34, 23, 27, 28, 29 автобустар түнгі сағат 21:00 мен 21:30-ға дейін жұмыс жасайтын болады. Ал қала сыртына баратын көлік жұмысы екінші кезеңде жанданады. Лаура Әбдіқадырқызы, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.